бас мүфтиға: құрметті айналайын, қазақ елім, бауырларым, мұсылманбыз. Жақында бізде не келе жатыр? Айтып келе жатыр. Біз садақамызды қазақ елі жасап болдық. Міне, мыңдаған мал қырылып жатыр. Осы оразаға арнаған жағы қаражатты одан сол Маңғыстау мен Қызылордаға жіберейікші. Біз сияқылды шығын жасап, біз сияқылды жағы неткен жоқ шығар. Сондықтан бас мүфтиге ұсыныс, пәтуа шығарса екен. Малды жаңағы сөйтіп бір тірі малды алып қалғанның өзі де ол да жаңағы сауап деп. Сондықтан биыл жөн жоқ малды соймайық. Наоборот, бар малымызды сақтап қалайықшы. Сондай ұсыныс бүкіл елге, бүкіл жұртқа. Ақша шығарамыз ғой қалтамыздан. Одан да ана байқұс бір айлық құлындардың өмірін алып қалайықшы. Аналық малды алып қалайықшы. Бостан босқа енді мынау ысырап демеймін. Бірақ мынаны тоқтату керек. Биылға керек жоқ. Пандемияда ораза айтты тоқтаттық қой. Тоқтаттық. Пәтуа шығарды. Мынаған бас мүфти пәтуа шығарды екен. Ел болып соны қолға алсақ. Бұл да көмек болар еді Қызылорда мен Маңғыстаудың шаруаларына.